Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Құдай берген Нұр Шахар. Мен бүгін сіздерге осындай балетка туфли тоқып үйрететін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, ұнаған болса лайк басып, түсінбеген жеріңіз болса пікірге жазыңыздар. Мені кеше ғана таңертең қуантқан жағдай, ол менде арнамда 5000 подписчик болыпты. Сол себепті сіздерге көп рахмет айтамын. Маған ерекше қолдау білдіріп, лүпіл басып, пікір жазып отыратын кісілерге шексіз алғысымды айтамын. Барлығы сіздердің арқаларыңызда маған әлде де қолдау білдіріп, видеомды соңына дейін көріп, шабыт сыйлап отырыңыздар. Олай болса достар, біз сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен бізге қажетті құралдарды таныстырып өтейін. Бізде бұл арнайы табан, зауытта жасалатын арнайы табан осындай. Егер де сіздерде құрал жабдықтарды қайдан аламын деген сұрақ болса, менің описание бөлімінде номер бар, сол жаққа жазып, құрал жабдықтарды сол жақтан ала аласыздар. Және де бізге қажетті құрал крючок бізде номері 1-ші крючок, және де осындай жібек жіп бізде өздігімен сөгілетін жіп, сол себепті басын міндетті түрде осылай зажигалкамен күйдіріп аламыз. Зажигалка бізде басында керек болады, одан кейін қажет емес. Содан кейін осындай 2 штук маркер керек болады, одан бөлек осындай соңында бабочкасын тігуге арналған тоқыма ине керек болады. Ұшы қатты үшкір емес, басы осындай тесігі үлкен, осындай тоқыма ине. Кәдімгі ине де жарай береді, тек олар мені жаңағы жіпті сетінеп жүреді, сол себепті бұл бізде тоқыма инеміз. Олай болса достар, біз сабағымызды бастайық. Бізде таңдап алынған жіп осы түсті жіп. Ең алдымен достар, бізде қараңыздар, барлық аяқ киімді бастайтын бізде бір жер ғой, бастайтын жеріміз. Ол біздегі зауыттың бізге салып берген мына жердегі белгісінен кейінгі бірден тастаймыз да, осы жерге, мына жерге де тоқи берсеңіз болады, мына жерге де тоқи берсеңіз болады. Менде қай жерден бастадым, міне қараңыздар. Көріп тұрсыздар ғой, міне қосылған жерді көрдіңіз ғой. Мына зауыттың салып берген белгісі, мына жерде бір көз тастап, мына екінші көзге бастап тоқимыз. Осы өрнекті іліп аламыз да. Міне, 2 өрнек іліп алдық. Одан кейін келесі көзге тоқимыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мінекей достар, дәл осылай арнайы табанның көздерінен алып, осылаймен тоқып шығамыз. Мінекей достар, мен тоқып болдым, айналдырып алып келіп, көздердің барлығын тоқыдым. Әр көзге 3 петледен тоқып шықтым. Енді достар, осы жерден бір столбик ілеміз, бір петля ілеміз. Содан кейін дәл осылай столбик без накидпен тоқып шығамыз. Егер сіздер тоқыма тоқуды білмесеңіздер, менің арнамда 0-ден бастап тоқып үйрену сабақтары бар. Сол сабақтардан қарап үйрене аласыздар.
Ұлдардың жаттыққан тоқып жүрген болсаңыздар, міндетті түрде тоқи аласыздар. Міне достар, қараңыздар, бізде бірінші қатар столбик без накид осылай тоқылып жатыр. Көрдіңіздер ғой, достар, дәл осылайынан айналып алып келіп, мына жерге дейін тоқимыз. Содан кейін достар, қараңыздар, бізде міне 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 қатарды көріп тұрсыздар ғой, дәл осы 4 қатарды, міне мынаны 1, 2, 3, 4. Көрдіңіз ғой, 4 қатар ешқандай өзгеріссіз дәл осылай столбик без накидпен тоқып шығамыз. Мына жерден әкеліп жалғаймыз да, бір петлямен көтеріп, тағы тоқимыз, жалғап, бір петлямен көтеріп, тағы тоқимыз, жалғап, бір петля тоқып, айналдырып тоқып алып келіп бекітеміз. Дәл солайынан осылай 4 қатар болу керек. Ал бізде бірінші қатар, дәл осылай енді 3 қатар тоқисыздар. Сонымен бізде 4 қатар жаны, арты жаны алдын тоқып аламыз. 4 қатар қалып. Мен бұны бұл процесті камерасы тоқимын, өйткені камерада минут көбейген сайын жүктеу қиын болады. Сол себепті осы жерден сіздерге түсіндірем, сосын тоқып тағы көрсететін боламын. Сіздерде 4 қатар тоқып алыңыздар. Мінекей достар, мен 4 қатар тоқып болдым. Қараңыздар, менде 1, 2, 3, 4 қатар болды. Енді достар, қараңыздар, бізде осы 4 қатар тоқып болды. Енді мана төбесін тоқитын боламыз. Артын сосын тоқимыз, бірінші төбесін тоқып аламыз. Төбесін қараңыздар. Бізде бұл столбик накидінің двойной түрі. Мына жерден енді достар, қараңыздар, осы жерден осылай аламыз да, жіпті болмаса аяқ киімді өткізіп, мына жерге түйін жасаймыз. Міндетті түрде осы жерді түйіп кетіңіздер. Содан кейін достар, мына жерден ортасы, мынаны былай қойып қояйын. Ортасы бар ғой, міне. Бізде бұл зауыттың салып берген белгісі, қараңыздар. Міне осы жерде зауыттың салып берген белгісі бар. Осыдан жоғары көтереміз да, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-шіге алып келіп бекітеміз. Так, тағы да қайтарасынайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-шіден бастаймыз да, міне, бір ілмекті іліп алдым. Енді крючокқа жіпті ілемін да, бір көз тастап, келесі көзге столбик накидін тоқимын. 1, 2, міне двойной. Бір көзге екеу тоқу. Енді бір көз тастап, келесі көзге тағы да екеу тоқу. 1, 2. Енді бір көз тастап, келесі көзге тағы да 1, 2. Келесі көзге тағы да бір көз тастап, келесі көзге 1, 2. Ondan кейін көз тастап, келесі көзге тағы да 1, 2. Тағы да келесі көзге бір көз тастап, келесі көзге 1, және соңғысы 2. Міне, бізде сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 өрнек шықты. Өрнек дегеніміз міне мынау. Сол 1, 2, 3, 4, 5, 6 шықты. Енді осы жерден өрнекті ілеміз да, бір көз тастап, келесі көзге осылай бекітеміз. Міне, бекіттім. Енді осы жерден маркер қадап қоямыз. Енді достар, қараңыздар, мына жіпті тартып алып келеміз. Осылай тартып алып келіңіздер. Үстінен бір көз тастап, келесі көзге, яғни мына көзге өрнек ілдім. Осы жерден қараңыздар, енді мына тұр ғой, басы бірінші петля.
Бірінші көзін отыру. Дәл сол жерге 2 столбик знакын тоқимыз. 1, 2, дан кейін мына жаққа 1, 2, дан кейін келесі 2 знактың ортасына, 2 өрнектің ортасына. Дан кейін тағы да келесі. Екі. Бір. Екі. Келесі тағы. Бір. Екі. Мен достар, соңғысы ол бізде мына маркердің түбі. Қараңыз, осы жерде маркердің түбінде көз бар. Дәл сол жерге 1, 2. Осы жерде маркерді босатамыз. Маркердегі жіпті осылай қосып 1 аламыз, 2 аламыз да бір көз жасап келесі көзге бекітеміз. Қайта маркермен бекітіп қоямыз. Содан кейін енді келесі көпшокқа жіпті ілдім да, мына жерден 1, 2, бір көз жасаймыз да келесі көзге тағы да дәл солай жалғастырамыз. Мына тұру бірінші, ең бірінші сол алдынан алып 2 петля тоқимыз. 2 столбик знаки. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Тағы да ортасынан 1, 2. Енді осы жерден тағы да 1, 2. Енді тағы да 1, 2. Енді достар, қараңыздар, мына жерде маркердің қасынан аламыз. 1 аламыз. Және 2 алған кезде маркерде тұрған жіпке іліп алып маркерді босатамыз. Содан кейін қосып тоқып жібереміз маркердегі жіпті. Содан бір көз жасап келесі көзге столбик без накидканы осылай бекітеміз. Бекіттім, енді осы жерге. Міне достар, бізде осындай болды. Өткір сырау дәл осылай шығады. Енді достар, сіздер дәл осылай 1, мына жерден бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 қатар тоқып аласыздар. Сосын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 қатар. Общий алдын қосқанда 13 қатар болады екен. Сіздерде дәл солай 13 қатар қылып тоқып алыңыздар. Бізде 1, 2, 3 қатар тоқып болды. Енді мына жаққа дейін 10 қатар тоқимыз. Ал орталарында бір көзді тастап кетіп отырамыз. Түсінікті ғой, мына екі жақты бірдей алып отырасыздар. Егер де мына жағы көп болып кетіп жатса, екеуі бір-бірімен сәйкес келмей, мысалы, былай болып қалып жатса, сәл мына жағын толықтырып 2 петля жасаймыз. Болмаса былай болып қалса, мына жағын толықтырып 2 петля қосып отырып тоқимыз. Дәл осылай 10 қатар тоқып алыңыздар.
Mingi dostlar, men вообще 13 qator to'qib bo'ldim. Mingi dostlar, qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вообще 13 qator to'qib bo'ldim. Endi dostlar, qaranglar. Bizde осы 13 qator to'qib bo'ldim. Endi bizga mana turgan külçelerge salу kerak. Ol үшін dostlar, qaranglar. Bizlar жерімізді kerib turamız. Sol kerib kelemiz da. Sal qattiroq tortыңызlar, өйткені бұл бізде аяқ киімнің ернеуі, сол себепті сәл qattiroq tortыңыздар da. Міне қараңыздар, 1, 2, 3 петля іліп аламыз. 3 петля тастап, қазір міне 1, 2, 3 петля тастап, 4-ші петляға киімімізді тартып біріктіреміз. Ілмекілеміз. Енді достар, қараңыздар, осы жерден 1, 2 кулчукка 2 орап аламыз да. Мана тұрған бірінші көзге 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тағы да 1, 2, 3. Тағы да 1, 2, 3. 3 іліп алдық қой. Енді достар, қараңыздар, осы жерден biz петля тастап кетеміз. Biz 2, 3 2 петля. Міне, қараңыздар, 1, 2 петля тастаймыз да, 3-ші петляға столбик без значкен осылай бекітеміз. Міне осылай болады. Енді тағы да осылай кулчукка 2 ілмек ілеміз да, 1, 2 тастаймыз. Міне. 3 көз тастадық та, одан кейін осылай тоқимыз. 1, 2. Үшеу. Тағы да кулчукка жіптіріп аламыз да. 1, 2, 3. 3 аламыз. Қайттан дәл сол көзден 1, 1, 2, 3. Тағы да 1, 2, 3. Енді 1, 2, 3. 3 көрсетсеңіз 1, 2, жоқ 1, 2, 3 көрсетіп, 4-ші көзге бекітеміз. Şimdi tағы да 2 петля алып, 1, 2, 3 көз тастап, 4-ші көзге тақимыз. 1, 2, 2, 3,
5. 5 stol bitip to'g'riqda endi 1, 2, 3 4-chiga bekitamiz. Tağda birimizde 1, 2, 3 tastab 4-chiga 1, 2, sonrası endi o'shada 1, 2, 3 ko'z tastab 4-chiga bekitamiz. Endi tağda yuqqa enerjimizda 1, 2, 3 nag'al bekitamiz. Bekitimiz şart to'qiymiz. Tak. Mana yerda qattiq to'g'ri bo'lib ketgan bo'ldi. Mana yerda menga cho'tqa ketib qoldi. O'sha yerda men mana yerda yepiga bir ko'z tastab kelasi ko'zga bekitaman. Negizi biroq sizlar shu ko'z tastab bekitasizlar. Mana yerda cho'tqa tegib qolgan siyoqda. O'sha yerda men mana yerda ikki ko'z tastab 3-ko'zga bekitdim. Keyin menga so'nggi chiqib olmayapti. Ko'chim. Endi mana yerga eng so'nggisi. Bir, iki, üç, iki, üç, şimdi sonrası 4. Endi bir yetib tashlab 3-ko'zga bekitamiz. Bekitib qo'ydik. O'shadan keyin yozib qo'ysangiz bo'ladi, bo'lmasa жалғастырып to'qsangizlar bo'ladi. Do'stlar, bizga aldi osылай chiqdi. Ko'rdingizmi? Mana bizga nomini qo'shganda 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'ldi. Al bizga mana bu yoqda 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'ldi. Ko'rdingizmi? Bizga mana shunda osılay chiqdi. Sizlarga osılay chiqishi kerak. Mana jabirli. Ko'rdingizmi? Dal osılay bo'lib chiqishi kerak aldi. Xo'sh do'stlar, bugungi saboqda o'smani oyoqlayman. O'tgan ko'p minut bo'lib ketdi. Uzoq bo'lgan кезде videoni juda qiyin, sol sebepli
осы шағында қысқа түсіріп сіздерге салатын боламын. Мінекей достар, бізде сонымен осы аяқ киімнің мына алдыңғы бөлігін тоқып болдық. Енді келесі сабақта артқы бөлігін тоқуды көрсетемін. Бұл артқы бөлігі де қызық тоқылады. Сол себепті міндетті түрде келесі видеоны көру үшін менің арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Описание бөліміне екінші бөлімді жасап кететін боламын. Болмаса менің арнама жазылып, сол жақтан көріп алсаңыздар болады. Мінекей достар, сонымен біздің бірінші сабағымыз аяқталды. Арнама жазылмаған болсаңыз жазылыңыз, ұнаған болса лайк басыңыз, түсінбеген жеріңіз болса пікірге жазыңыз, құралдарға қажет болатын болса описание бөліміндегі номерге жазыңыздар. Олай болса, келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.